еш зиянсыз пайдалы табиғи ашытқы жасаймыз. 300 грамм қолдың айранына 200 грамм ұнды қосып, дәл видеодағыдай араластырамыз. Әбден арасында іртіктер болмауы қажет. Тек қолдың айранын қолданамыз. Дүкендегі айрандар жарамайды. Егер дүкенде қолдың айранын сатып жатса, сол айранды қолданасыз. Әбден араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1 суткаға 24 сағатқа қалдырып қоямыз. Бөлме температурасында ешқандай сквозняк болмауы қажет. 24 сағаттан кейін дәл осылай көтеріледі. Дәл осылай ашып тұрады. Осы заквасканы холодильникке 3 күнге бетін жауып қойып, 3 күн бойы қолдансаңыз болады. Зиянды құрғақ ашытқының орнына табиғи зиянсыз ашытқымен, закваскамен нан пісіреміз. Ең алдымен жылы суға закваскамызды салып, әбден араластырып аламыз. Үстіне тұз, лимон қышқылын салып, араластырып ерітеміз. Електен өткізілген ұнды салып, 1 келкі жұп-жұмсақ қамыр илейміз. 2-3 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, 1-2 бөлікке бөліп, әр бөлігінен 3 бөлік құрап, осылай өріп, формаға келтірсеңіз болады. Сосын формаға келтіріп, противенге салып, бетін тағы 15 минутқа жауып қоямыз, көтеріледі. Үстіне жұмыртқа жауып, қалауыңыз бойынша дәндерді сеуіп, 200 градуста 25-30 минут көлемінде пісіреміз. Барлығының өлшемі астында жазылып тұрады. Осындай зиянсыз нанды міндетті түрде жасап көріңіз.